Тұмардың ішіне бүктелген Құран мен дұғаларды салып жүру қате. Біз тіпті тұмардың не екенін де ұмытып бара жатырмыз. Қазір түсіндірем. Тұмар сөзі тума ер, яғни туған жер сөзінен шыққан. Бұлай аталуының себебі ежелден бері тұмардың ішіне баланың кіндік қаны тамған топырақты салып жүретін. Іле Алтай қазақтары әлі күнге дейін сөйтеді. Бала туа салысымен оның кіндік қаны тамған топырақты бірден қазып алып, тұмарға салып тігіп қояды. Оның екі мағынасы бар. Біріншіден, өскен бала өзінің ауылын ұмытпау үшін. Екіншіден, ұзақ жорыққа шыққан батыр соғыста қаза тапса, руластары оны өзге елде жерлегенде тұмарды ашып, бетіне туған жерінің топырағын сепкен деседі. Сол кезде батыр туған жерінде жерленгендей болады. Ал қазіргі Құран жазылған парақ немесе неше түрлі қағазды салып жүру жаңадан шыққан, тіпті дінде де жоқ нәрсе. Кейбір жаңалық ашқыштар тұмардың ішіне шаш, тырнақ, тұз, кәдімгі қоқысты да тығып, ашушы болма деп адамдарды алдайды екен. Бірақ бұл видеоны көрген сіздер енді бұл айлаға түспейсіздер. Сондықтан дос туысқандарға жіберейік, барлығы естісін.